Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер, құрметті диқандар. Жалпы мынау қазіргі уақытта Құдай қаласа мына құлпынайға, басқа да дәнді ақылдарға, басқа да қандай да нелер егіп жатқан болсаңыздар, жаңағы жемістерді, соған байланысты мынау өзі берілетін минералды тыңайтқыштар бар. 18-18, 20-20 деген секілді. Және де басқа да көптеген минералды элементтер бар. Соларды беретін кезде ол әрбір жаңағы егіліп жатқан, мысал үшін құлпынай болса, құлпынай pH 5-5 пен 6-5-тің арасында осы минералды тыңайтқыштарды жақсы жаңағыдай тұтынады, жақсы жейді. Бұлай жалпақ тілмен айтқанда жақсы жейді. Ол pH дегеніміз ол мынау судың жаңағы беріліп жатқан тамақтың ол әшшілігі. Ал енді тағы да бір айтатын нәрсе ол еси. Ол еси деген, мынау еси метр, мынау pH метр. Еси метр, ол еси деген ол мынау судың құрамында қанша тұз бар. Сол тұзды өлшейді ол, қанша тұз бар екен құрамында. Ол тұздың именно осы құлпынайға қажеттісі ол 1-2 мен 1-8, 2-ге дейін беруге болады. Ол енді жаңағы өнім беріп атқан кезде 2-ге дейін беруге болады. Бірақтан оның өзі кішкене көптеу болып кетуі мүмкін. Енді жаңағы өсіріп жатқан өнімдеріңізге байланысты соның қаншалықты pH метрін, қаншалықты еси метрін турлап беру керек екенін көресіздер. Енді жалпы бұл бейнероликте көрсетейін деп жатқан мынау pH метр жаңадан алған кезде бұны калибровка жасау керек. Калибровка жасау үшін, міне мына жерде байқасаңыздар, мына 2 ыдысқа су құйғам, мына жақта тағы да. Бұл су кәдімгі қарапайым су емес. Бұл енді мынау дистиллированный вода дейді, тазартылған су. Бұл енді жаңа машиненің жаңа запчастарын сататын жерлерге барсаңыздар, сол жерден алсаңыздар болады. Мынаның дәл қазіргі бағасы мен өзім 500 теңгеге алдым. Енді мынау бір реклама, бірдеңе емес, маған түк қатысы жоқ. Бұның сіздерге жалпы мынау pH метрді қалай жаңағыдай калибровка жасау керек, сол жайлы кішкене ақпарат берейін дедім. Енді ең бірінші мына pH метрді байқасаңыздар, мынау on-off дейді, бұл қосу өшіру, және де мынау кал, бұл калибровка. Енді сіздер бірінші осы мынау дистиллированный судан мына әр ыдысқа 100 миллиграммнан құясыздар екеуіне. Одан кейін осы мына өзінің ыдысында, pH метрдің ыдысында өзінде арнайы 2 калибровочный жаңағыдай тұздар келеді. Біреуі 4-01, біреуі 6-86. Енді бұл жерде мына көрсетілген, байқасаңыздар 25 градус деп тұр. Енді бұның артқы жағын алып қарасаңыздар, міне сіздер өздеріңіздің суларыңыздың жаңа температурасын градус көрсетіп тұр. Мына жерде мысалы менің суымның қазіргі температурасы градусы 20 болып тұр. 20 болған кезде бұл мына тұзды салған уақытта осы 4-тің төңірегін көрсету керек. 4-01. 4-ті көрсету керек. Егер суларыңыздың температурасы 25 болып тұрса, онда 4-01 көрсетеді. 30 болса, ары қарай осылайнан судың температурасына байланысты кете береді. Және де 50-ден аспау керек. Енді өздерінің көрсеткен мөлшері осындай. Жалпы мына бұда да бар. Бұда да тура сол секілді, міне бұл жерде де көрсетілген. Енді мен қазіргі суымның температурасын қалай білуім керек? Оны мынау еси метр арқылы білсем болады. Мына жерде қосу, қазір қосам. Міне байқасаңыздар, міне қазір астыңғы жағында міне 19-да 9 деп тұр менде. Менде суыма салам, міне дистиллированный суға. Бұл жерде менде міне 19-да 9. Жаңа тексергем, сол қазір қалып қойған. Менің суымның температурасы 20 градус деп, өзім соны алып отырмын қазір. Енді сол ар жағында 1 градус, міне 19-да 9 деп тұр. Міне енді менде 20 градус. 20 градус кезінде менде 4 болу керек. Және де мынау қызыл пакеттегі мына ыдыстағы суыма салған кезде pH метрім менің 4-ті көрсету керек. Арқайсысын өзінің ыдысының астына қағазын бастырып қойып атым, шатастыра алмас үшін.
қайсыған қай тұзды салдым деп отпас үшін. Және де міне мынау ең бірінші бұл жерде мына pH метрді аламыз. Бірінші кезекте дистиллированный суды, мына ешқандай тұз қосылмаған, ештеңе қосылмаған таза дистиллированный суды құйдым. Енді осының pH-ын тексеріп көреміз бірінші. Бұның pH-ын қазір кішкене тұзын шайқап қойын. Міне қазіргі уақытта міне 7-де 87-ні көрсетіп тұр. Міне. Енді мен бұны алам, қалай калибровать етем. Бұны ең бірінші мен мынау жасыл пакеттегі тұзы салынған осы суға, дистиллированный су, осы жасыл пакеттегі тұзы салдым, араластырдым. Енді осыған салып көрем. Міне. Менде қазір қанша көрсетеді? 6-да 90 көрсетіп тұр менде. 6-да 93 болды. Бірінші осы жасыл пакеттегі тұзды араластырып, осыған саламыз. Ал мына жақта қызыл пакеттегі бұған бөлек ыдыс. Қазір мынаған салдық. Бұны қалай калибровать етеміз десеңіздер, мына кал деген кнопка бар. Қазір маған кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Мына судан алмай, осы кал дегенді басып ұстап тұрамыз. Мен негізі жаңылды калибровка жасағам, сондықтан қазір жасамай-ақ қойын. Міне 6-да 86, менікі 6-да 84. Немесе қазір сіздерге тағы бір көрсетейін. Міне кал деген басып ұстайсыздар. 5 секунд. Міне басып ұстадық. 1, 2, 3, 4, 5. Міне end деген жазу шықты. Міне жібердім. Міне енді өзі қазір мынау өзінің пакетіндегі сандарды көрсету қажет. Енді соның төңірегін көрсетеді. Енді тура соны көрсетеді деп айтамайын, бірақ міне қазір көрсетіп жатыр. Тура соны көрсетті. 6-да 86 міне. 6-да 86, 25 градус кезінде көрсету керек. Бірақ міне менде 20 градус кезінде міне 6-да 88. Осы енді точно 100% түсу қиындау болады. Себебі мен қазір далада істеп жатырмын, оның үстіне су кішкене температурасы өзгеруі мүмкін. Мынау pH метр өзі де бір қымбат pH метр емес, 2,5 теңгелік pH метр. Енді жобасы осыған кеп тұр. Міне 6-да 86. Менікі 6-да 86 болу керек еді, 25 градуста. Ал менде қазір 20 градус болып тұр. 20 градуста менде 6-да 88 көрсету керек екен. Бірақ енді 1-2 жаңағыдай кішкене плюс-минус болады. Сондықтан міне осылайнан. Бұны калибровка жасадық бірінші жасыл пакеттегіні. Міне бұл дұрыс болып тұр. Енді бұны мынау таза дистиллированный суға ешқандай қоспа қосылмаған осыған бір шай жібереміз. Және де мынау қызыл пакеттегі тұзды араластырған суға саламыз. Міне 4-те 0,1 көрсету керек. Менде қазір кал деген басып ұстап тұрам. 5 секундқа 2, 3, 4, 5. Міне end деген жазу шықты. Жібердім. Енді менде мына қызыл пакеттегі осы pH көрсету керек. Соған жақын көрсетіп тұр. Бұнкін көретін болсақ, бұнкі 20 градуста 4 төңірегін көрсету керек. Міне байқағандарыңыздай 4-те 0,1. Енді кішкене плюс-минус болады. 4-ті көрсету керек 20 градуста, менде сол 4-тің төңірегін көрсетіп тұр. Енді бұл қымбат pH метр болмағандықтан, енді бұған 100% гарантия, ол ешкім бере алмайды, айтамайды оны 100%. Бірақ 1-2 кішкене шкала секірсе, ол қатты әсер болмайды деп ойлаймын. Жалпы міне осылайнан калибровка жасайсыздар. Осылайнан калибровка жасап, одан кейін арғарай өздеріңіздің үйлеріңіздегі құлпымайларыңызға және де басқа да дән дақылдарыңызға, помидор болсын, огурцы болсын, қандай да бір өсімдік болсын, соған беріп жатқан суларыңыз тексеріп,
және де соған қажетті минеральный удобрение, жаңағы минералды тыңайтқыштарды қосып, сол арқылы сіздер жаңағы өздеріңізге қажетті pH-пен есейті турлап, құлпынайға болмаса басқа дәнді дақылдарға тамақ бересіздер. Сол кезде барынша жаңағы минеральный удобрениелер жаңағы сіздердің егіп жатқан өнімдеріңізге, егіп жатқан жаңағы егістіктеріңізге жақсы әсер етеді. Жақсы тамақ қолжетімді болады. Міне осылай. Егер осы бейнеролик ұнаған болса, өздеріңіздің лүпілдеріңізді басып, және де пікірлеріңізді қалдырып, осы бейнероликпен бөлісуді ұмытпаңыздар.